Al endi осы бата дұға дегенге Бауыржан Момышұлынан да бір анықтама беріпті. Бата дұға. Соны дұға дегеніміз Құран сөзі, Құран Құдай сөзі. Ал бата деген қазақтың темір қазығы, рухани азығы. Бата мәдениет, бата әдебиет, бата өсиет, бата қасиет. Кеттік. Алла тағала әмәндәдірімізге қуат, елбасымызға бір ой, халқымызға құт, береке, бірлік бергей. Осы отырған жамағат, отбасыларыңызға, шаңырақтарыңызға қыдыр келіп беріп келсін. Алла тағала осы отырған жамағаттың ұлдарына, қыздарына, немере шөберелеріне әміршілдіктен һәм даналықтан нәсіп ет. Қалайық, бергенін Алла алмасын, өсе берсін мал басың, көбейе берсін жан басың, еккен егін солмасын, ала бота баспасын, атамекен қордасын. Қартайғанда қария терең ойға шоңбасын, бесікте жатқан сәбидің бақайшығы тоңбасын, жау жағадан алмасын, бір өтектен шалмасын, ынтымақты кім бұзса халық оны қарғасын. Жауын жауып тамшыдан дария толсын қаңсыған, ел басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев аман болып әмәнде асығы түсін алшыдан. Құт береке кетпесін, диқаншы малшы базардан, бақыт ашып қақпасын, есігін ерте жаппасын, бәле жала қазақты іздесе де таппасын. Аталар болсын иманды, аналар болсын жиғанды, қыздарың болсын ибалы, келінің болсын есті, ұлың болсын сесті, осының бәрі орнаса қазағым болар текті. Бабалары мәңгі қорғаған дала, ұрпаққа мәңгі қалдырған мұра, жалғасын мәңгі бабалар жолын, олы мен қызы қазақтың ғана. Қазақтар, тірі болайық, ірі болайық, өркениетті рухы биік, 30 елдің бірі болайық. Жамағат, шырақтарың жанып тұрсын, бұлақтарың ағып тұрсын, 1001 пәледен, 101 кесапаттан, әлемді шарлаған індеттен Алла тағалам жаңа Қазақстанды қағып тұрсын. Алла тағала осы отырған қазақтардың ұлдарына, қыздарына, немере шөберелеріне Бұхар жыраудың абыздығын, Абайдың даналығын, Жамбылдың жасын, Бауыржанның батырлығын берсін. Малай сарының көсемдігін, Сырымдат ұлының шешендігін, Шерханның шыншылдығын қоса берсін. Алладан болсын рахмат, пайғамбардан шапағат, жастарда болсын парасат. Әмин. Аллах.